Құрметті каналдың тіркеушілері, құрметті қонақтар, ассаламу алейкум баршаңызға. Мына бүгінгі видеороликте мен импортный тұрмыстық техниканың ішінде қандай детальдер бар, алтын құрамында алтыны барын, соны көрсеткім келіп тұр. Ал бұйырса бастайық. Мынау микропроцессор дейді. Микропроцессор емес, кешіресіз, процессор. Ол көбінесе материнский плата тұрады. Компьютерде системный блок материнский платаның ішінде. Мына құрамында міне көрініп тұр, мына сарғайып тұрған, мына уже позолоченный, алтын жалатқан, ол да алтын. Мынау да дәл сондай чип, процессор дейді оны. Тоже материнский платадан шыққан. Оны ашып көрсетейін, қандай екен, ішінде қандай бар екен. Қызық үшін соны қызықтайық. Ашығы да ондай қатты қиын емес. Оны басқа варианттарда бар ашатын. Термо пистолеттер болады. Бірақ мен уже үйренген, қолмен ашып. Бүйтіп ашасыз да, кішкене отвертка салып, жайлап сындырасың. Міне ішінде мындай сарғайып тұрған, міне алтын бар. Ол алтын. Мыналарды лақтырмаңыз, керамический. Соның ішінде де бұлай камерада көрінбейді, микроскоппен көру керек. Мына алтын волоски дейді. Мына қараның ішінде де тоже не бар? Алтындар бар. Міне. Мынау да сондай схема, о да компьютерден шыққан, материнский платадан. Оның астында да мынандай сары алтыны бар. Келесі процессор дедік да. Енді мынау микросхема дейді, микросхема, біреулер чип дейді. Бірақ мына неден қайдан шығады? Материнский плата, звуковая плата, сетевая карта. Көп жерден шығады. Көбінесе компьютерлерден шығады да ол. Бірақ DVD де бар. В общем, импортный техниканы көп жерден шықпауы мүмкін. Мынандай 4 бұрышты олар. Соның ішінде құрамында алтыны бар. Мысалы, мында жерде біреуін шығарып қойдым. Оларда мындай жан-жақта 4 жақтан аяқтар болады, міне. Көріп тұрғандай. Оны бүйтіп оп-оңай қылып алып тастайсыз. Жеңіл алып алынады, ешқандай қиыны жоқ. Міне бір жағында қалды, тек мына жақ. Онда қазір алып тастаймыз. Болды. Міне лысый болып шықты. Осындай заттарды жинай бересіз жайлап. Ода көбісі сол компьютерден шыққан микросхемалар. Бірақ айта кетейін, любой техникада кездеседі, импортный техникада. Так, келесіде келген кезде мынау өткенде көрсеткенде ламель дегендер. Оны бірінші видеода көрсеттім, көрдіңіз, қалай алынатыны. Мынандай видео оперативный памяттің заттары ол. Мынандай шетте тұратын қызылдар, сары цвет. Екі жақтан да сондай сарғайып тұрған, алтын жалатқан. Мынандай контакттар бар, әртүрлі контакттар. Негізі мына разъемның заттары, разъем дейді, міне көбінесе мынандай неден шығады, мына шлейфтікі мысалы. Ода любой техникада болады, компьютер болсын, ноутбуктар болсын, телевизор, плоский, да, ЖК. Міне сындырған кезде, міне ішінде мындай контакттар сарғайып тұр. Оларда жайлап жинай бересіз. Мына бәрі алтын жалатқандар. Контакт, разъем. Көбінесе разъемдар ғой.
импортный техникадан шыққан. Ол тек қана компьютерден емес, любой техникадан шыға береді. Телевизор болсын, DVD болсын, тағы да қандай көп жерден шыға береді. Мынау енді тап-таза алтын емес, тек тұратында мына алтыны бар, бірақ оны жаңа ең бірінші видеода айтқандай афинажбен шығарады. Мен өзім афинажбен айналаспаймын. Бірақ сонда да мен жинап отырмын. Өзімде енді уақытым мұндай көп жоқ емес. Мен деген жұмыста адаммын. Жұмыс тек кешке қарата жайлап уақыт бар кезде, осындай желание бар кезде дейді ғой. Сол кезде отырамын арасында жинап. Соны осы ақпаратты халыққа жеткізейінші деп сол ниет қой. Лақтырмаңыз, ол деген мусорға лақтыруға үлгереміз ғой. Жайлап жинай берсеңіз, бір күні ол пайдаға сар. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк. Менімен бірге болыңыздар. Мына қараны көрсетіп жіберейін. Астында мындай сарғайып жатыр. Алтын жалатқан ода. Айта кетейін деп, мынандай платаларды лақтырмаң. Жинала берсін жайлап. Мына тек қана мына қара точкалар емес, мына бүткіл плата асты мындай мына дорожкалар көміп тұр ғой. Оны пышақпен қырғаннан кейін мына сары болып тұр. Ішінде дорожкалерге шейін алтын жалатқандар. Тек просто пышақпен қырғаннан көміп тұр. Міне